Жағажай қолшатыры күнге күйден қорғайды, әрі тері обырының алдын алуы мүмкін. Бұл рас па? Проверено фактчекерлердің жазуынша, қолшатырдың тиімділігі көбіне мата түріне байланысты. Арнайы химиялық құраммен өңделген маталар күн сәулесінің 98%-не дейін бөгей алады. Бұл күннен қорғайтын SPF 50 креміне тең. Алайда жағажайда жалға берілетін немесе демалыс орындарында сатылатын қолшатырлардың дәл осындай матадан тігілгеніне еш кепіл жоқ. Екіншіден, теріге тек тікелей түскен күн сәулесі емес, басқа беттерден шағылысқан сәулелер де зиян. Мысалы, су мен шөп 10%, құм 15%-ке, теңіз көбігі 25%-ке, ал қар 80%-ке дейін күн сәулесін шағылыстырады. Адамдар қар үстінде күнге қыздырынбайтыны анық, алайда жағажайда күннен қорғайтын сапалы мата болса да, қолшатыр астындағы адам едәуір мөлшерде ультракүлгін сәуле қабылдайды. Сондықтан жағажайда күннен қорғану үшін қолшатыр қолдану толық қауіпсіздікке кепілдік бермейді. Ол жан-жақтан шағылысқан сәуледен емес, күннен түсетін тікелей сәуледен ғана қорғайды. Сондықтан қолшатырды жиі қозғалтып, көлеңкеде дұрыс қою қажет, немесе күннен қорғайтын креммен бірге қолданған жөн.